Сәлем достар, бүгін біз жұмысын істейміз. Үшінші есептің асы мен асы және алтыншы есептің асы мен асы. Мына жақта біз 90-нан 10-нан бір бөлігі дегенде біз 90-ды 10-ға бөлеміз, сол кезде 9 шығады. Сонда 90-нан 10-нан бір бөлігі ол 9. Ал 40-тың 4-тен бір бөлігі, оны табу үшін біз 40-ты 4-ке бөлеміз, сол кезде 10 шығады. 40-тан 4-тен бір бөлігі 10. Ал мына жақта 8 бол, мына жақта 48 санының 6-нан бір бөлігі. Мына жақта табу үшін 8-ді 6-ға көбейтеміз, сол кезде 48 шығады. Ал мына жақта 6 бол 30 санның 5-тен бір бөлігі, өйткені 6-ны 5-ке көбейткенде 30. Енді әсі. Біз 100-ді 2 кубқа қосқанда, соны қалай есептетінін жазу керекпіз. 100-ді қосамыз 2 көбейту 2 көбейту 2. Сонда мына жақта 2-ні 2-ге көбейткенде 4, 4-ті 2-ге көбейткенде 8. Сонда 100-ге 8-ді қосқанда 108. 80-нен 3 санның кубын алу үшін 80-нен 3 көбейту 3-ті аламыз. 3-ті 3-ке көбейткенде 9, 9-ды 3-ке көбейткенде 27. 80-ді 27-нен алғанда 53. Енді 6-нын асы. 5 жәшік бізде 30 килограмм. Ал 7 жәшік 42 килограмм. Бір жәшіктің массасы белгісіз. Шешуін табу үшін біз бұна 30-ды 5-ке бөлеміз. Сол кезде бір жәшіктің массасы 6 килограмм болып шықты. Бір жәшіктің массасы 6 килограмм. Енді бізде 6 дәптер 54 теңге, 9-ды мына жақта бізде 8 дәптер 81 теңге болмайды. Өйткені 81 8-ге бөлінбейді. Сол үшін мына жақта 9 болу керек. 9 дәптер 81 теңге, бағасы белгісіз теңге. Шешуін табу үшін 54 алға бөлеміз, сол кезде 9 шығады. Бір дәптер 9 теңге тұрады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар, сау болыңыздар.